Бүгін отбасыма арнап үй жағдайында балғын стейк дайындадым. Дәмі өте керемет. Ең алдымен етімізге зәйтүн майды құйып, жақсылап тұрып еттің екі жақ бетіне жағып шықтым. Одан кейін тұзымды сеуіп, оны да еттің екі жақ бетіне жақсылап тұрып жағып, сіндіріп алдым. Барлық жеріне тұз тиюі қажет. Одан кейін қара бұрышты сеуіп, оны да еттің екі жақ бетіне жақсылап жағып сеуіп алдым. Еттің бетін жауып 10 минутқа тындырып қойдым. Бөлек ыдысымызға сұйық майды құйып, қызған соң етті салып, баяу отта қыздыратын боламыз. Розмарин шөбімізді салып, розмарин барлық дүкендерде сатылады. Сарымсағымды салып, баяу отта екі жақ бетін айналдыра отырып, қызартып аламыз. Одан соң міндетті түрде сливочный масладан да жағып қойыңыздар. Дәмі өте керемет болады. Осылайша екі бетін қызартып алдым. Духовкаға 25-30 минутта баяу отта, мен 170 градуста етімді пісіріп алдым. Толыққанды мінекей ет жұмсақ болып пісті. Дәмі өте керемет. Піскеннен кейін міндетті түрде 5 минуттан кейін кесеміз.